кешірім сұраймын. Просто андай де ішіңнен шыққан бала ғой, ол қаным ғой, мен сағынасың. Каждый раз алдыңнан шығады, сен ойламайыншы деп қанша жерден уже не істемейін десең де уже алдыңнан шығады. Көресің, тура өзімнің бейнемді көргендей болам. Қылықтарын көресің, ең тәтті қылықты шағын мен әкесінің жанында өткізе алмай жатқан бала. Кейде өзім жазғырам да солай. Неге бұндай болды екен деп. Нағыз бақытты шағымда мен осындай өмір неге менде болды екен деген сияқты. Қанша жерден еркек бол, қанша жерден әйел бол, ол баланың кінәсі жоқ. Ол баланы бірдей сағынасың сен. Жарқырап кіріп келдіңіз, көргенімізге өте қуаныштымыз. Келгеніңізге рахмет. Нұрдәулет үшін деп айтайық енді. Ал? Қош келдің Гүлнұр. Көп рахмет. Сөзімді қалдырмай осында келгеніңе, әйтпесе пазар болатын ем деп. Шынымен қатты қуанып тұрмын негізі. Бірақ Бинұр жауабын айтпады сізге. Жоқ, енді келгеніне қатты қуанып тұрмын да, қазір жауабын берсе вообще екі еселенеді деген сияқты ғой. Бинұр жақсы шығар. Кеше Шерханның жылап атқан бір видеосы маған елдің бәрі жерді да, Зухра ханым, бота екеуін қосыңызшы деп. Жылап жататындай қандай ситуация болды деймін да, бота. Мен жылап үйренемін ол. Камера көрсем жылап бастап ше. Мен айтам да, бота Шерханның баласымен кездесуіне ешқашан қарсы болған емес. Қарсы да емес, иә. Енді еркек адам өзі келіп, мен баламды көрем демесе. Кеше мен сол жібергеннен кейін қош деп жаңағы бәрін до конца көрдім. Эфирді сол жерде Шерхан айтып жатыр. Не дейді? Мен барсам, жүрегім ауырады, мен қайтадан сөйлескім келеді, сол адамның қасында болғым келеді деген сияқты бір нәрселер айтты да. Мысалы, сонда мен ұмытқым келеді дейді да, сонда ол баласын ұмытқысы келе ма? Или баласын көру үшін сонда обязательно әйелімен бірге болу керек па, или я вообще не понимаю. Просто баласын көрсін. Не обязательно. Ботамен сөйлескен кезде мен білем ғой, мысалы, сен біреумен сөйлесесің ба, сен біреумен сөйлесесің ба дейді. Мысалы, өзіне қатысты емес сұрақтарға қояды да. Біздің қонақта бүгін Моля, және де күйеу баламен. Мені қызым алып кетті. Алып қашады десең. Қалай сізбен таныс болайық? Есімі Майсалжан. Бірақ танитын шығар енді. Айсыны десек те болады. Өздерінің жігіті. Айтамыз. Біздің қызды бақытты етіп жүрген жігіт осы, құрметті көрермен. Бақытты қылатқаныма ризамын. Осындай қыздар негізі бақытты. Өзіңіз де бақыттысыз ғой әйтеуір. Түрінен көрініп жатыр ғой негізі. Енді той қашан? Негізі все в планах, бәрі жоспарда. Күтіп жатқан адамдарға күтіңіздер. Моля, өзіңіз бір-екі ауыз сөз. Әзірге құпия қашан той екен, бірақ алыс емес деп ойлаймын. Қосайыққа тілек. Қоса жасай берсін, жайнай берсін, өркендей берсін, дәл осылай Қазақстанымыздың санын көбейте берсін. Сіз? Қосылайық алға.